Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен қолдың құртын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, қызықты жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен сауылып келген сүтімізді сүзгіден өткізіп алатын боламыз. Газге қойып, қатты жанып тұрған газде пісіріп аламыз. Осылайша сүтіміз пісетін болады. Суыған соң бөлек ыдысқа құйып, айран жасайтын боламыз. Енді сүтімізге тамызық саламыз. Бұл алдыңғы айраннан бір қасық айранды жақсылап араластырып, іртігін кетіріп, сүтімізге құйып, жақсылап араластырамыз. Сонда айранымыз қою болатын болады. Сүтіміз қатты ыстық емес, қатты мұздай болмау керек, орташа жылы болу керек, сонда жақсы үйітін болады. Егерде қатты ыстық болса, ол сұйық болып қалады. Мұздай болса, сүтіміз, айранымыз ұйымай қалады. Мінекей осылайша холодильникке салып қоямыз. Жиналған айранымызды пісіп, құрт жасаудың әрекетін жасаймыз. Осылайша күбі машинамызға айрандарымызды құямыз. Машинамыздың жартысына дейін айран, қалған бөлігіне су құятын боламыз. Суымыз қатты ыстық емес, қатты мұздай емес, орташа жылы болу керек, сонда майымыз жақсы түседі. Майымыз алынып болды. Май алу қызық болса, алдыңғы видеоны көрсеңіздер болады. Енді бұны кастролға құйып, қатты отта ысытамыз. Айранымыздың осылай көтеріліп жатқан кезінде өшіреміз. Қатты қайнап кетпеу керек. Егерде қатты қайнап кетсе, құртымыз бірікпей, дұрыс шықпайтын болады. Осылай көтеріліп жатқанда өшіреміз, сонда құртымыз әдемі болып шығады. Мінекей айранымыз суыды, енді қалтаға құямыз. Қалтаға құйып, сүзбе жасайтын боламыз. Сонда қалтада сүзбеміз қалып, сары суы бөлек шығатын болады. Сәл көтеріліп қайнаған айранымыз да осылай өзі сары суы бөлініп тұратын болады. Егерде қазіргі суық уақытта сүзбені суын бөле алмай жатсаңыздар, бір уыс қалтада тұрған сүзбеге бір уыс тұз салып араластырсаңыздар, сонда сүзбеңіз тез сары судан бөлінетін болады. Бір түнде дайын болып, таңертең құрт жасауға болады. Мен осылайша бөліп құямын. Қазір осылай бір буып қойып қоямын да, кастролдағы сары суды сапырып, сары су бөлек, түбіне сүзбелері тұна бастайды. Сол кезде бетіндегі сары суларын құйып тастаймын. Солай екі бөліп құйып алатын боламын бір қалтаға. Мінекей сүзбеміз дайын болды. Таңертең осылайша әдемі жұмсақ бір келкі сүзбеміз дайын. Енді бұған тұз араластырып, дәміне қарай құрт жасаймыз. Мен бұл кезде сүзбеде қалта кезінде тұз салмағанмын, сол себепті көбірек тұз салып жатырмын. Жақсылап бір келкі етіп араластырамыз. Және де құртымызды жасайтын боламыз.
Мінекей құртымыздың барлығын жасап болдық. Енді кептіріп, құртымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Қазіргі салқын уақытта біз